Мәжілісте нотариат саласына қатысты жаңа заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Құжат нотариустардың жауапкершілігін күшейтіп, азаматтардың құқығын қорғауға бағытталған. Енді атқарушылық жазба борышкердің тіркелген мекенжайы бойынша ғана рәсімделеді. Егер мекенжай сәйкес келмесе, жүйе мұндай құжатты автоматты түрде бұғаттайды. Сонымен қатар, азаматтарға олардың атына атқарушылық жазба түсетін туралы SMS немесе егов порталы арқылы хабарлама жіберіледі. Заң жобасында нотариустардың микроқаржы ұйымдарымен және де жеке сот орындаушыларымен байланысы да шектеу қойылуы қарастырылған. Ал жақын туыстық немесе мүдделер қақтығысы анықталса, нотариаттық әрекет жасауға тыйым салынады. Сондай-ақ, құжатта нотариустардың лицензияларын айыру негіздерін кеңейту ұсынылған. Депутаттардың айтуынша, бұл өзгеріс саладағы ашықтықты күшейтіп, азаматтардың құқықтық қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді.